Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде Корей елінің асханасы болады, яғни корейский бигуди жасау жолын мен сіздерге көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл бигуди өте дәмді және күнделікті өмірде жасап жесеңіздер де болады, және ондай көп уақыттарыңызды алмайды. Сізге жолдастарыңыз рахмет айтып, сүйсініп жейтін болады. Керек заттарды мен профильдің астына, яғни описаниеге жазып кетемін, сол жақтан қарап оқысаңыздар болады. Мен осылайынан майонез, кетчуппен сәндеп қойдым. Сіздер өз қалауларыңызша сәндеп, бетіне салат салсаңыздар да болады. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ұнымыздың үстіне тұзымызды және дрожжымызды, яғни ашытқымызды, одан кішкене жұмыртқамызды, шемішкі майымызды қосып, қалауларыңыз бойынша қант қосып, жылы сумен өзімізге керек жұмсақ, яғни қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін, оны 1 немесе 1,5 сағатқа бетін жауып тындырып қойып қоямыз. Оған дейін салмасына кірісеміз. Қызып тұрған майға жуамызды ұсақтап турап салып, оның үстіне тартылған етімізді салып, яғни фаршымызды салып, шамалы кішкене қуырып аламыз. Бұл жерде бізде фарштың суы шығу керек, сол суы шыққанша қуырамыз. Одан кейін үстіне, яғни 40 қабат капустамызды ұсақтап турап, үстіне саламыз да барлығын жақсылап бірінші бұқтырып аламыз. Одан кейін біздің капустамыз бұқтырылғаннан кейін кішкене көлемін азайтады. Сол кезде өзіміздің керек специяларымызды, яғни тұзымызды, бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып, жай отта қуырып аламыз. Одан кейін қамырымызды алып, сыртына кішкене шемішкі май жағамыз, өйткені қамырымыз қолға жабыспау керек. Одан кейін қамырымызды алып, дастарханның үстіне қойып, өзімізге керек мөлшерлерге бөліп, домалатып, бетін оның жаңағындай салафанмен, одан кейін майлықпен жауып, шамалы көтерілгенше 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Достар, егер менің рецептім сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылып, маған лайк, комментарий басып кетуді ұмытпаңыздар. Және комментарияға менің каналымнан қандай тамақты көргіңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көрсететін боламын. Мінекей достар, біздің қамырымыз көтерілді. Видеода көріп тұрсыздар, қалай пышный болып көтерілгенін. Енді жаңағы қамырымызға, если қолымызға жабысып жатса, кішкене майлап жерсеңіздер болады. Одан кейін қамырымызды осылайынан қатты жұқа қылмай, орташа қылып, қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен жайып, ортасына салмамызды салып, өрім жасайтын боламыз. Сіздер әдемілеп узор қылып өріп жасасаңыздар да болады. Менде осылайынан шықты. Тағы да бір рет көрсетейін, мұқият қарап алыңыздар. Бигудиларымызды мантаваркаға салып, 40-45 минутта пісіріп аламыз. Бигудиді салмас бұрын астын майлап аламыз, өйткені бигудиіміз жабысып қалмау керек. Бір листіға 6 бигудидан артық салмаңыздар, әйтпесе көп болып кетеді. Ескерте кететін жайт, бигуди пісіп жатқан кезде оның бетін ашпаңыздар, яғни пісіп болғаннан кейін барып ашасыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлзада. Қош сау саламатта болыңыздар.